Hey assalamualaikum dostlar bugün biz жаңадан Pro болып шықты, соң көретін боламыз. Откроется 4-тен деген осыны күтіп бір күні осының бәрін жинап тастайтын боламыз. Мегаприз шықты, осындай бір не шықты. Бұны бір күннен кейін ашамыз. Оған дейін мен көп билеттерім бар, 15 билетті ойнап шығуымыз керек. Және достар, менің Синди алуыма деген процент өте аз қалды. Синди келесі видеода бұл персонажды мен ойнап көтеріп Макс ранға дейін көтеруге тырысатын боламын. Тек тырысатын боламын. Осы Синди алу үшін маған бір 60 шақты кредит керек. Соң аламда эпический нара көшеміз. Спайк бар, Честер Мек бар, бірақ Синди ұнайды. Және достар, айтпай кеткен бір жайт бар. Мен мына Вольт персонажды 10.000 сыйлығы көтеріп тастаған болатын. Гиперзарядты алып, гиперзаряд маған андай сыйлықтар берген кезде түсіп кеткен болатын. Маған өте көптеген сыйлықтар берді. Суперсел өте рахмет. Бүкіл ойыншыға да берген шығар деп ойлаймын да. Достар, короче, осындай көп Brawl Talk'та нәрселер шықты. Айтпақшы, Джойонг деген қанша күннен шығады екен? 4 күннен кейін Джойонг деген персонаж шығады екен. Бұның күшін әлі білмейді екенмін. Бірақ бұның кредитке алмаймын ойым. Бұның қандай персонаж екенін испытать етіп көрейік. Мен Brawl Stars'ға кейінірек көріп жатырмын. Көп көріп жатқанда. Kicking it old school. Cuddle kiss time. Екінші нешімін. All my fans. Бір нәрсімін. More energy, more food like if I die. Slay my demo. Өзімен өз болады, This song is for you all. Командаластарыма да. Нита зақ деген бүкіл командаластарын жүгіріп кетеді мысалы. Let's make this an unforgettable moment. Бұл түсінген жақтың Джойонг деген персонажды Суперселдің өз компаниясының YouTube аккаунтында көрген болатынмын. Трейлерін өте мықты персонаж екенін білемін. Достар, сіздер мынаны білесіздер ме? Новостиға кірсеңіздер, мен мынаны ашып қойған болатынмын. Ашқаннан кейін маған бір гиперзарядтың бір Карлға скин түсті. Гиперзарядты ашқаннан кейін осыған Вольт түсті, 5 кредит алдым. Осылардың бәрін түсті. Алды да бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 100 стардроп күтіп тұр достар. Және бізде жаңа персонаж шығады деген. Міне осы информация версия 10 жақта тұрған. Осыны шығарамыз деп Суперсел айтқан тұғын. Мен айтпақшы Вольтпен бір ойын көрсеткеден. Мынау Вольтым әлі азырақ. Бұны мен Макс ранға апаруға да тырысатын боламын. Өйткені бұл легендарный персонаж. Легендарный персонаж болғанса мұны апаруға тырысатын боламын. Айрыбой деген режим. Соң ойнап кетейік. Бұл қандай режим екен, бұны көріп кетейін. Ол салады ғой яғылды. Через 7 раз
Мен осылай жасап кетуім де мүмкін де шығар. Бәрі мүмкін. Но не буду мен. Айтпақшы топ. Ой, хорош. Жин, красавчик. Айтпақшы бұл 3 голға дейін баратын еді ғой, Ой. Оп. Хорош. Красавчик. Нормально. Space Buzz! Ой, ема. Препare for a galactic crash landing! Trigger! Malfunction! Я тут вырос. Ударым жетпей жатыр ғой, еба. Tamam, şu oktan жетпей жатыр. Ne үшін бірінші оқтары мүлдем жетпейді. Сол оқтары өте мықты. Вот, пробовал ойнайыншы, мен көштен қалай ойнайын. Тиммейттері болмаса егер. Қалай ойнау керек. Нормально. Total Space Ranger, Cosmic Crash Landing! Stay hydrated! Cosmic Crash Landing! Clearly a jetpack malfunction! Stay hydrated! Тиммейттері ойнамайтын бар екен. Fully buffed and ready to launch! Алдын басқа. Наконец-то что-то саганы бар енді. Гол. Clearly a jetpack malfunction. Наконец-то. Отпанымыз бар енді. Айттым. Бағанағы скинді ат көрсетіп жүрейін достар. Міне осы мынау скин ғой. Қарылға түскен скин мынау скин. Қарылға түсті ау. Кемге түсті ма? Бар ма? Пока. Я. Трэшер пока түсті ау, я осы. Трэшер пока. Осы тұстымаған кеше. Бұл мифический скин шығар я бұл, я.
Мен ойымша бұл нефиске істейін. Короче, достар, осындай ойын болды. Рамазан достар, сау болыңыздар.